Сәлем достар, сіздермен бүгін Қайрат қызы бүгін дейтін біз Реал Мадрид пен Қайрат туралы фактілер айтатын боламыз. Смело лайк бас, каналға жазыламыз. Бірінші факт: Реал Мадрид Қазақстанға ең алғаш рет аяқ басты және Қайратпен ойнайтын болады. Реал Мадрид ойыншыларының ең біреуі ғана уағалейкум әссәләм деп Мбаппе ғана сәлем берді. Қайратқа келетін болсақ, олар 3-4 команданы жеңіп тастады, яғни олар ең үздік ойынға кірді. Екінші фактілер: Реал Мадрид Алматыға қонған кезде 12 сағат емес 10 сағаттың ішінде қонды. Тағы айта кететінім, Реал Мадридті құша жая қарсы алған қазақтар Алматы қаласында болды. Және де Мбаппені тамақ ішіп жатқан жеріне дейін түсіріп, сығалап тұрып түсіріп алған. Қайратқа келетін болсақ, Қайратта Анарбеков травма алып қалды. Оның орнына басқа қақпашы орнына келді. Және де Реал Мадридтің ұшақтары өте жылдам болды. Яғни 1000 км/сағатпен ұшты. Ал кейін Алматыға келгеннен кейін 950 км/сағатқа азайтты. Айып етпесеңіздер, Реал Мадридтің фанаттары негізі Реал Мадрид көбісінен ұтылып жатыр. Давайте достар, біз былай келісейік. Реал Мадрид пе әлде Қайрат па? Сондықтан да комментарийға жазыңыздар. Кім көп екенін бәсекелесетін боламыз. Реал Мадрид Қазақстан бойынша Алматы қаласындағы ең мықты гостиницаға қонды. Яғни 5-6 күндей шығар. Қайрат пен Реал Мадрид бүкіл интернет желісіне тарады. Тағы айта кететінім, ютуберлер, блогерлер, тағы да басқалары бұл матчқа келеді. Яғни точно келеді деп айта алмаймын. Қайрат негізінен 1940, 1950-53 жылдары бастап келеді. Яғни солай деп атай берсек болады. Реал Мадрид пен Қайрат ойнады. Яғни ол Реал Мадрид 5-0 қылып ұтып тастады. Яғни бізді сухой алды десеңіздер де болады. Енді бізде де ондай болып тұрады. Бірақ та біз жеңілмейміз. Бірақ та алда бізде мүмкіндіктер бар. Бізді 3 ойын күтіп тұр. Реал Мадридтен жеңіліп қалсақ та басқаларынан жеңілмейміз. Алға Қазақстан. Біз әлі-ақ жеңеміз. Онда осымен видеомызды аяқтайық. Смело лайк басамыз. Каналға тіркелеміз. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Сонымен видео аяқталды. Сіздермен бүгін Қайрат KZ қоса болыңыздар. Давайте келесі видеоларды қандай видео түсірейін, соны комментарийға жазыңыздар. Либо Қайрат пен Реалды кім екенін көрсететін боламыз. Давайте достар.